Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер. Сіздерге тағы бір қызық сұрақтың бірі, алғашқы неке түнінде немесе алғашқы жігітпен қосылғанда қанды бөлінді болуы міндетті ме? Жоқ, қыздар, міндетті емес. Енді 100% жоқ емес, әрине 80% жағдайда қан бөліну керек, ал 20% жағдайда қан болмайтын жағдайда кездеседі. Неге? Өйткені мына бізде осы қызық перден көбісі ойлайды, ол бір пленка деп, пленканы тесіп өту керек деп ойлайды. Негізінде ондай емес, ол қызық перде деген қан тамырлардың бір-бірімен осы шоғырлануы. Егер де мысалға сол қан тамырлардың шоғырлануы жиі емес болатын болса, эластикасы жақсы болатын болса, сәл тереңірек орналасатын болса, ол кезде сізде қанды бөлінді болмауы мүмкін. Сол кезде кейбір көп мысалға параларда осындай қан бөлінбеген кезде жаңағыдай ұрыс керіс болуы мүмкін. Әрдайым соның есіне түсіріп өмір бақи соны айтып отыруы мүмкін. Сол нәрсені бастан кешірмес бұрын, егер де сіз жыныстық қатынасқа түскен кезде сізде қанды бөлінді болмайды ма, күйеуіңізді жетектеңізді міндетті түрде гинекологтың тексеруінен өтіңіз. Сізге гинеколог барлығын түсіндіріп, жұбайыңызға бәрін айтып, жаңағыдай осы ситуациядан сізге шығуыңызға көмектеседі. Өйткені бізде талай жағдай болды, жас өрімде жап-жас қыз келіп жылап тұр, мен ешкіммен қосылмағам деп, бірақ артында бүкіл семьясы түп тамыры, әкесі жағынан, шешесі жағынан шақырып алған, ұрыс айқай бізге келіп осылай діңкілдеп, көрсетіңіздер, айтыңыздар деген жағдай болған. Біз бәрін айтып, түсіндіріп берген екен. Ол семья жаңағыдай спокойно дейміз ғой, жаңағыдай жақсы көңіл күймен кеткен жағдайлар болған болатын. Сол себепті өмір бақи күйеуіңізге сен қыз болмай келдің дегенді тыңдағанша, сол кезде қанды бөлінді болмады ма, күйеуіңізді алып келіп гинекологтың тексеруінен өтіп, мән-жайды байқана ашып алуларыңыз керек. Маған лайк басуды ұмытып кетпеңіздер, комментарийға өздеріңіздің жағдайларыңызды айта кетіңіздер, қандай жағдайлар болды, неке түнінде жаңағыдай қанды бөлінді болды ма, болмады ма деген сияқты бір өздеріңіздің әңгімелеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Сонымен қатар басқа да менің әлеуметтік желілеріме жаза кетіңіздер, өйткені ол жерде түрлі тақырыптарды, түрлі ақпараттарды беретін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.